Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты маффины жасаймыз. Бұлардың жасалу жолы өте оңай, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне сүт, сұйық майымызды құйып, жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін үстіне қантымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Ситадан өткізілген ұнымыздың үстіне қопсытқыш, 2 ас қасық кофемізді салып, одан кейін какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы сұйық массамызға осылай 2 бөліп қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған қамырымызға қалауыңызша шоколад қоссаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Шоколадтың орнына кез келген жидектерді қоссаңыз да болады. Енді осы қамырымызды қасықтың көмегімен осылай формочкілерімізге салып, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің шоколадты маффиндеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды. Небәрі 20 минутта дайын болады. Қажетті құрамдарын осы видеоның астында описанияға қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған аякөз, астарыңыз дәмді болсын.